Ризат Аиданы жамандап тастады. Оның себебі Аида оған ақыл айтқан еді. Сен Нұрсұлтаннан айырылып қалма. Мен Нұрдәулеттен айырылып қалған кезде өте қатты өкініп жылаған едім. Нұрсұлтан да Нұрдәулет сияқты өте жақсы жігіт. Одан айырылып қалма, айырылып қалсаң өмірден опық жейсің деді. Ал Перизат, менің жүрегімде Нұрсұлтан емес, мен оны ақша үшін пайдаланып жүрмін. Менің жүрегімде өзіммен жасты Ғалымжан деді. Ол Нұрсұлтаннан қарағанда әдемі және сұлуырақ, бірақ ақшасы аз шығар Нұрсұлтаннан қарағанда. Бірақ бір-біріміз өзімізді жақсы көреміз, шын сүйеміз деді. Ал Нұрсұлтан мені ғана сүйеді. Ал менде Нұрсұлтанға деген сезім жоқ. Екеуміз үйленгенмен Нұрдәулет екеуің сияқты ажырасып кетеміз. Сондықтан Нұрсұлтанмен мен ары қарай қарым-қатынасымды тоқтататын шығармын. Одан сыйлықтарды алдым деді Перизат Аидаға. Аида, өзің көр. Үйленгеннен кейін сезімің ашылып қалар Нұрсұлтанға. Бірақ Нұрсұлтан сыртыңғы түрінен де, мінезімен де жақсы жігіт. Мен оны білемін. Миың болса Нұрсұлтаннан айырылып қалма. Ал миың болмаса Нұрсұлтаннан сыйлық алып, Ғалымжанға өз жүрегіңді арнап, соңында Нұрдәулет екеуміз сияқты ажырасып кетесіңдер. Ғалымжанға дым болмайды. Ол бір жылдан кейін ұмытылып кетеді. Ал сенің өміріңде таңба басқандай кедергі болып тұрады. Біреуге үйленейін десең де, немесе біреумен жүрейін десең де. Енді өзің көр. Бүкіл ата-анаңның абыройы кетеді. Және де ешкіммен үйлене алмай қаласың. Ал Нұрсұлтанмен екеуің өте жақсы жұпсыңдар. Өзің біленді деді Аида. Папасы? Че там? Қалай? Бүгінгі күн ұнап жатыр ма? Керемет, таза ауа. Дем қыдырып жүрміз. Аюларға келдік қазір. Аю көреміз. Міне тұр. Берсін, ризығымыз арттыра берсін. Тойымыз көп болсын, осы тезірек бітіру үшін Алла қаласа. Сол еңбек етсең ерінбей дейді ғой. Тояды қадым келмей дейді. Ерінбей еңбек ету үстіндеміз. Аллаға сансыз шүкір деп қояйын. Осындай үй салуға мүмкіндік берген Аллаға шүкіршіліктер болсын. Сіздерге де осындай үй салу бұйырсын. Әр қазағым баспаналы болсын Алла қаласа. Анамның әп-әдемі үйі шаң болып отыр кәдімгідей. Өйткені ремонт, тазалық жұмыстары. Осылай достар. Дала тұман, таңғы сағат 5. Біз уборка жасап біттік міне. Комнаталар деген тап-таза. Аллаға шүкір. Қазірге бір-бірден көрсетіп шығам міне. Мынау бізде зал. Зал деген тап-таза. Міне. Результатты қараңыздар. Міне мынау бізде кухня жаңа көрсеттім сіздерге. Мұнан қараңыздар, коридор қалай болып тұр. Кайф бағайын. Зор ма? Міне. Міне. Тап-таза ағып тұрып. Ішінің бәрін жігіттермен бұрқыратып шықтық, Аллаға шүкір. Міне, кіре беріс. Мыналар енді бұл тоқтар ғой. Міне. В общем, короче, гүл болды ғой, короче. Зор тазалап қойдық, әдемі болып жинап қойдық. Енді бұйыртса, евроремонтқа спокойно кірісе беруге болады. Бұйырса енді есік терезе келеді алдағы апта. Сол есік терезені салып алсақ, одан кейін ішіне отопление жүргізіп, уже евроремонтқа кірісе береміз деген сөз, достар. Сол уже сондай моментке жеттік, Алла қаласа. Ал аман болыңыздар. Баршаңызға қайырлы таң, бізге қайырлы түн. Біз енді ұйықтаймыз. Ертең Алла қаласа айтпақшы Шу қаласында тойдамыз, Шудамыз, Алла бұйыртса. Керемет той болайын деп тұр. Бізде 3 күндік сапар, ертең Шудамыз, ары күні Жаркенттеміз, оның ары күні Қордайдамыз. В общем, 3 өңірдеміз, 3 жақта тойдамыз, Алла қаласа. Алла сапарымыз сәтті қылып, сол тойларды абыроймен аяқтап, ары қарай жұмысымызды жалғастырып нәсіп етсін. Баршаңызға амандық тілеймін ағайын. Аман болыңыздар. О, міне. Жақсылар ма? Эфирдағы ситуациядан шығып кішкене сәл босатайық әйтеуір өзіміз деп сырласып мұңдасып әйтеуір. Сол баяғы өзіміз, сол баяғы үшеуміз. Шай с молоком аш, басым ауырып тұр. Жанымызда өзіміз ініміз анайын. Бет жанайын бар.
Енді үмітте ит қалады. О жақта боламыз ағайындар. Тамақ ішіп отырмыз. Шай өзіміздің қазақша ішіп Фильммен бар ма домашний? ішіп отырмыз ағайын. Фильммен бар ма фильммен? Сол көп табаламаңыздар, көп ұрыспаңыздар. Осы Бізде қарапайым адамбыз Мынандай сіздер жол бар ма? сияқты. Бізде көңіл бар, бізде пейіл бар деген сияқты. Сол үшін біз сізді жақсы көреміз. Давайте. Қоры ұйымдастырып жатқан 200 күнде 200 баспана жобасының аяқталуына орай өткізілетін Харекет Фест концертіне шақырту екен. Бұл жерде біздің Қазақстанның эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді. 16 қараша күні Алматы аренада 19:00-де мен де сол жерде боламын. Сіздер де Кино.kz сайтынан билеттерді алып, барлығымыз бірге кештік. Сіздерге алдында да Айдана ханым туралы айтқан болатынмын. Өмірлеріңізде бір жолдарыңыз болмай, бастаған істеріңіз алға жүрмей жатқан болса, отбасыларыңызда көптеп бір ұрыс кездесе беретін болса, күйеуіңізді, әйеліңізді көп түсіне бермейтін болсаңыздар, сіздерге міндетті түрде Айдана ханым көмек керек болады. Және де одан бөлек, егер де құнды бір бағалы заттарыңыз жоғалып қалған болса, оны да тауып беруге көмектеседі. Және одан бөлек, ұзақ уақыттан бері үйлеріңіз сатылмай жүрген болса, үйіңізді сатып беруге көмегін беретін болады. Сіздер үшін арнайы төменде номерін қалдыратын болам. Сол сілтеме арқылы өтіп, өздеріңізді мазалап жүрген сұрақтарды қойсаңыздар, жауабын ала аласыздар деген үміттемін. Және де бірі болмаса біріне керек болып қалар. Баршаңызға сәт. Мен шай ішінде отырық. Обедкі шайымызды. Аспасын бізге шайын шығарып отырмын. История түсірсем бәрі неме қалады ғой. Рахаттан күледі. ана өзіңе қаратасың ана жерде күйіп қалады біледі. Ана қарап мен бүйтсем күйіп қалады. Рахмет айналайын, өркен емессің. Ұлту. Айтпайды.